Келесі бізде 716 есеп. Жақшаны ашып, өрнектің мәнін табамыз. Яғни 103 қосылған, қосумен минусты береді. Минус 3 жазамыз, плюспен плюсті береді. Жазамыз плюс 24. Так, 103-тен 3-ті алсаң 100, қосылған 24, тең болады 124. Келесі минус 96 жазамыз. Қосылған плюспен минусты береді, жазамыз минус 4. Плюспен плюсті береді, жазамыз плюс 82. Так, мына жақта, мынау бізде минуспен минус қосылады, яғни да. Минус 96, минус 4 дегеніміз, ол минус 100. Плюс 82 тең болады. Үлкен саннан азайтамыз, я? Үлкен санның алдын қараймыз, таңбасы минус болса, азайтамыз. 100-ден 82 алды азайтсақ, бізде 18 қалады. Сосын үлкен санның алдындағы таңбаны қоямыз. Келесі жақшаны ашамыз. Мына жақта плюс болғандықтан жақшаның ішінде таңбалар өзгермейді. Жазамыз 105 плюс 89 қосылған 5. Так, мынақты тиімдісін қараймыз. Минус 105-тен 5-ті аламыз. Яғни минус 100 шығады. Қосамыз 89. Сосын минус 100-ден 89-ды аламыз. Яғни бізде үлкені 100 болып тұрғандықтан алдына минусымыз таңбамыз қоямыз. 100-ден 89 алсақ, бізде 11 шығады. Жазамыз. Сонда минус 11 шығады. Келесі жақшаның алдында бізде плюс болып тұр. Сондықтан да жақша ішіндегі таңбалар өзгермейді. Жазамыз 97 минус 111 плюс 11. Мына жақта тиімдісі бізде минус 111-ден плюс 11 дегеніміз. Яғни азайтамыз, я? 97-ні жазып қояйық. Так, минус жазамыз, себебі 111-дің алдында, үлкен санның алдында таңба минус болып тұр. 111-ден 11-ді алғанда бізде 100 қалады. Сосын бізде үлкен сан бізде мында 100 болып тұр. 100-ден 97-ні аламыз. 100-ден 97-ні аламыз. 3 болады. Ең үлкен санның алдында таңба минус 3 болады. Минус 3 болады. Келесі 717-ші есепте дәл солай жазамыз. 8,4. Так, плюс болған кезде ішіндегі таңбалар өзгермейді. Сондықтан жазамыз минус 67,2 қосылған 11,6. Так, тиімдісін қараймыз. Тиімдісі бізде 8,4-ке 1,6-ны қосқанда. Яғни 8,4-ке 1,6-ны қосқанда 0 бір ойда, 8,9-ға қосқанда 9, ойдағымен 10 шығады. 10 минус 67-де 2. Біз мына екеуін қосып алдық бірінші. Так, сонда минус 67-ден 2-ден 10-да азайтамыз. Сонда 57,2. Үлкен санның алдында таңбаны мұнда қоямыз. Келесі жақшаны ашамыз. 93-тің 100-ден 18. Минус пен минус бізде плюсті береді. Плюс 5,9. Минус пен минус бізде плюсті береді. Сонда 6,100-ден 82 тең болады. Жазамыз. Так, тиімдісін қараймыз. Так, бізде мынаумен мынаны екеуін қосқанда тиімді болады. Жазамыз, қосамыз 8-ді 2-ке қосамыз 0 бір ойда. Так, 1-ді 8-ге қосамыз 9, ойдағы 1-мен 10 болады 0, тағы да бір ойда. Так, 3-пен 6-ны қосамыз 9, ойдағымен 0 бір ойда 10 болады. Сосын 9 100 болады, яғни 100 болады бізде. Сосын қосамыз 5,9. Сонда бізде 105,9 шығады. Так, келесі бізде таңба минус болып тұр, сондықтан қараймыз. Минус пен плюс бізде минусты береді, жазамыз 24,100-ден 17. Минус пен минус бізде плюсты береді, жазамыз плюс 23,5. Қосылған 74,7-ні жазып қоямыз, тең болады. Так, тиімдісін қараймыз. Бізде тиімдісі мынадан мынаны алып тастағанда болып тұр, я? Так, бізде минус 24,100-ден 17-ден қосайық 23,5-ті. Яғни бізде бағандап қосайық да. 17-ден минус болғандықтан бізде аламыз 23,5-ті. Сонда шығады 7, 5-тен азайтылмайды. Мынадан бір бой береміз. 11-ден 5-ті азайтсақ 6, мынақты 3 қалады. Сонда 0, 23.
Сосын 0,67 шықты. 0,67. Таңбамыз бізде минус себебі 24,107 үлкен 23,5-тен жазамыз минус. Плюс 74,7 қалады. Енді бізде тағы да азайту орындаймыз. 74,7-тен аламыз 0,167-ні. Жазамыз 74,7-ден аламыз 0,67-ні. 0-ден 7 азайтылмайды, мынадан 1 береміз. 10-нан 7 азайтсақ 3, 6-дан 6 азайтсақ 0. Так, үтір қоямыз. Мықты 3 қалады, 3, 7. Сонда шығады 73,100-ден 3. Плюс шығады. Таңбамыз плюс болады. Төртіншісін жазамыз. Минус 118-де 12. Плюс пен минусты береді. 58,1. Плюс пен плюсті береді. Плюс 18,112. Так, тиімдісін қараймыз. Минус 118-де 12-ден мына екеуін қосқан жақсы да. Сонда минус болғандықтан бізде минус таңбасы шығады. Азайтамыз 100, сонда қалады 0, 0, 100 қалайын деп тұр ғой, 100. Сосын жазамыз минус 58,1. Минус пен минус болса қосылады, минус таңбасы шығады. Сосын 158,1 шығады. Келесі 718-ші есептің біріншісін. Барлығын жақшаны ашамыз. Бірінші, мына жақша өзгеріссіз қалады. Алдында плюс болғандықтан ашамыз. 27 минус 9,5. Мынада қараймыз таңбаға. Минус пен минус бізде плюсті береді. Плюс 28-де 1. Минус пен плюс бізде минус береді. Минус 8,9-дан 4. Қараймыз. Бөлімдері бірдейлерді қосамыз. Мен 9,2 қосамыз. 28-де жазамыз. 28-де бөлімдер бірдей, үстін қосамыз. 27 плюс 1. Себебі мынаның алдында плюс, мынада да плюс. Келесі минус жазамыз. Минус. Бөлімі бірдей 9. Мынақты 1 болып тұр ғой алдында. Сондықтан жазамыз 9. Мынақты 5 плюс 4 болып тұр. Тең болады. 28-де 28 минус 9,9-дан 9. Бізде ол дегеніміз 10-ды береді. Сонда жазамыз, мынау дегеніміз 1-ді береді. 1 минус 10 тең болады, минус 9 шығады. Екіншісінде жақшаны ашамыз. Бізде алдында минус тұр. Сондықтан қараймыз. Минус пен минус плюсті береді, жазамыз 27-ден 20. Минус пен плюс береді, жазамыз 8-ден 3. Плюс пен минусті береді, жазамыз 5,8-ден 5. Плюс пен плюсті береді, жазамыз плюс 4,27-ден 7. Бірделерін қосамыз. 27,7-де 4,27-ден 7-ін қосамыз. 1 болып тұр. 1, 4. 5,27 жазылады. 20-ға 7 қоссаң 27. Минус жазамыз. 8. 1, 6. 6, 8-ден 3-ке 5 қоссаң 8. Бізде мынау 1-ге болады, мынау да 1-ге тең болады. Жазамыз 6 минус 7 тең болады, минус 1.